Сәлем менің оқырмандарым. Қазақша арнаны қолдап, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Мен есімді білгеннен әке-шеше мейіріміне бөлене алмадым. Әлі күнге дейін туған ата-анамның кімдер екенінен хабарым жоқ. Кішкентай кезімде мені асырап алған өгей шешемді туған анам деп келіп едім. Алайда өмірдің өз шындықтың бетін ашып беретін сәтті тудырады екен ғой. Өгей анам менен гөрі әпкемді ерекше жақсы көретін, және әпкем анамның аузынан түсіп қалғандай қатты ұқсас болатын. Өзіне ұқсағандықтан қатты жақсы көретін болды ғой деп ойлап жүргенмін. Алайда мәселе мүлде басқа екен. Менің кескін келбетім анам мен әпкеме ұқсамайтын. Олар аққұба, бойшаң, әрі сұлу, сыртқы келбеті қазаққа да келе бермейтін. Ал мен өмірде өзім көрмеген әкеме ұқсаған болдым ғой. Бойымда анам секілді тым ұзын емес, жауырынды болғаныммен төртбақ жуанмын. Келбетімде ұсқынсыз емес, бірақ аққұбаға жатпаймын. Кәдімгі қара торы жігітпін. Мен 16 жасқа келгенше сұрағымның жауабын таппаған болатынмын. Тек әскерге кетерден алдын ғана анам маған бар шындықты ашқан. Ұлым, сен енді есейдің, ер жеттің. Менің сөзімді дұрыс түсінерсің деген ойдамын. Бұрын көңіліңе қаяу салудан қорқып, мұны саған қалай жеткізудің де ебін таппай келген болатынмын. Ертелі кеш бұл шындықты білуің тиіссің. Мен сенің асырап алған анаңмын, ал туған ананың қазір қайда екенін білмеймін. Бір білерім, ол сені керек етпей тастанды еткелі жатқанда мен кезігіп қалып, сені анаңнан жалынып жүріп алып қалғанмын. Өйткені мен осы қызымнан соң ана болу бақытынан айырылған жан едім. Ал күйеуім ұл баланы керек етіп, қызым екеумізді тастап кетпесін деген қорқыныш мені осындай қадамға жетеледі. Күйеуім қазақ болғанымен өзім татар ұлтынанмын. Енем марқұм татар қызын келін еткісі келмей біраз сулағанымен махаббат өз дегенін жасады. Біз барлық кедергілерден өтіп отбасын құрып едік. Алайда ғұмыры қысқа болды. Бәлкім ата-ананың ризашылығы, шын көңілмен берген ақ батасы да маңызды шығар. Неге екенін білмеймін. Тұңғышымда өте ауыр босандым. Содан кейін дәрігерлер маған біраз уақыт күтініп, жүктілікті жоспарламай тұрыңдар деген болатын. Алайда дәрігердің сөзін жүрдім бардым тыңдаған болармыз. Мен екіншіме тағы аяғым ауырлады. Жоспарсыз түрде болған әрине. Бірақ мен ол перзентті аман-есен өмірге әкелемін деген ниетім орындалмады. Бір күні қатты ауырдым. Дәрігер тексеруіне өткен соң, ол менің егер осы баланы өмірге әкелуге тәуекел етсем, өз өміріммен қош айтысатынымды ескертті. Мен не істейін? Жылап сықтап, қызымның болашағы үшін мен әлі өмір сүруім керек деп шештім. Егер екінші перзентті дүниеге әкеліп, оларға жетімдік көрсеткенімнен ұтарым жоқ болғандықтан жылай-жылай жасанды түсік жасатуға келісімді бердім. Міне, сол жасанды түсіктен кейін мен мүлде ана болу қабілетінен айырылғанмын. Бұл жағдай маған өте ауыр тисе де, қызым үшін еңсемді тіктедім. Қызымның болашағы жарқын болу үшін іштей жүрегім қан жылап тұрса да, бақытты адамның кейпінде көрініп жүрдім. Қызым күн санап өсіп келе жатты. Бірақ ер адамның көңілінде бәрібір бір түйткіл тұрады екен. Мен оның ұл баланы аңсап жүргенін сездім. Бірақ менің оған ұл сыйлайтындай мүмкіндігім болмағанына қынжылдым. Сондықтан да мен сені асырап алуды ұйғардым. Бірақ бұл мәселенің шешімін таппады. Күйеуім өзімнің қанымнан жаралған ұл керек деп ақыры менен кетіп тынды. Ол кезде сен небәрі 1 жасқа толған кезің. Ал әпкең 6 жаста болатын. Сендердің тәтті қылықтарың да әкелеріңді тоқтата алмады. Ол саған ұл тауып берем деген әйелдің соңынан еріп, осы үйді бізге тастап кеткен болатын. Міне, сендер осындай ер жеттіңдер. Мен сені жақсы көремін. Бірақ әкеңнің менің қаным емес деген сөзі ойымда жаңғырып тұрған соң, сенің себебіңнен ол бізді тастап кеткен соң, тым емірене алмайтынымды өзің де түсінген боларсың. Ал қызым бәрібір жанымды қинап өмір есігін ашты ғой. Мен оны сенен гөрі ерекше жақсы көретінінің де себебі осы деп өгей анам сөзін аяқтады. Мен анама ренжи алмадым.
Алғаш осы әңгімені анамның өз аузынан естігенде денем түршігіп сала бергенімен, соңында осылай боларын іштей сезіп жүрген едім. Тағдырыма өкпеледім. Менің осындай тастанды бала болғаныма, анамның мейіріміне бөлене алмағаныма, өгей де болса әке тәрбиесін көрмегеніме қиналдым. Мен өзімді дәл осы сәтте әлемдегі ең бейшара сорлы жан санадым. Мен өзімді ешкімге қажетсіз сезіндім. Сол бір сәтті тіпті өмірден де түңіліп кеткен сәттерім болды. Бірақ талқаным таусылмаған екен. Мен әскер қатарына алынғанда мен секілді жігіттердің ерлік жігері әке-шешесіне еркесіне қарағанда әлдеқайда мығым келетінін түсініп, өз-өзімді бағалауды үйрендім. Негізі шындығында солай. Мен өмірдің анау-мынау қиындықтарына қасқайып қарап тұра алатынмын. Өйткені менің тағдыр туғанымнан қиындықпен ауыздандырды. Әскер қатарында болып, азаматтық борышымды абыроймен атқарып келдім. Әскери өмір өзгелерге әжейіп дәуір қиындық тудырса, маған аса қиын болған жоқ. Қайта өгей анамның жанындағы өмірден әскери өмір әлдеқайда жақсы. Мені рухани жағынан да, еңбек тұрғысынан да шыңдаған, өмір сүрудің қыр-сырын тереңірек үйреткен осы әскери өмірге шексіз ризамын. Мен азаматтық борышымды өтеп анамның жанына оралдым. Сонда анам жалғызсырап отыр екен. Мені көргенде қатты қуанды, құшағын жайып тұра ұмтылды. Ұл баланың орны осындайда білінеді. Сен жоқта әпкең тұрмысқа шығып кеткен болатын. Өкпе ренішіңді ұмытып, бір-бірімізге жең ұшынан жалғасып өмір сүрейік. Сені ренжіткен жерім жоқ еді. Тек әпкеңді сенен артық көрдің демесең. Сені де жек көргенім жоқ. Асырап бақтым. Осы күнге жеткіздім. Әкең керексіз еткенде, тіпті сені өмірге әкелген анаңа қажетсіз болғанда бауырыма басып едім. Тым болмаса, сол еңбегімді жоққа шығармайтын шығарсын деп ағыл-тегіл жылап, құшағыма тығылған соң, оған да жаным ашыды. Бір жағынан сөздерінің жаны бар. Ол маған ана орнына ана болып, жетімдіктің дәмін татқызған жоқ қой. Туған қызына мейірленсе несі бар? Ол менің де туған ұлынан кем көрген жоқ. Әрбір ана осындай-ақ болсын деп, өз-өзімді жұбатып, анамды кешірдім. Оның айтқан ұсынысын да қабыл алдым. Ол әпкемнің барлық жасауын беріп, оның бақытты болуын тілеп, енді тек мені үйлендірсе, немересін бауырына басса, өткен күндердің жағымсыз естеліктерін ұмытқысы келетінін жиі айтатын. Мен әскерден оралған соң жұмысқа орналастым. Сырттай оқу бөліміне құжаттарым тапсырып, ел қатарлы жұмыс істеп, анамды асырайын деп шештім. Анам мені үйлендіруге асықты. Сол аралықта анамның тілегі қабыл болып, мен бір ауруға ғашық болып қалдым. Ол да маған кет әрі емес, екеуміз сөз байласып жүріп жаттық. Ол келбетті, өте әдемі қыз болатын. Сыртқы келбеті қандай әсем болса, ішкі жан дүниесі де көркем болатын. Содан мен осы аруды жатсам да, тұрсам да ойымнан шығара алмаған соң, үйленуге бел байладым. Анам менің шешіміме ерекше қуанды. Біздің туысқандарымыз да жоқ. Тек анамның туыстары мен ауыл-аймақ біздің қуанышымызға ортақ болды. Сүйгенімді үйге өз келісімен алып келгенімде, анасы біраз қарсылық танытып, қызын алып кетпек болған. Түсінемін, оған қызының келген жері ұнамады. Өйткені менің әкем жоқ. Анам да туған анам емес. Туған туыстарымның кім екені де белгісіз. Келіншегімнің анасы менің сырымнан хабардар болған соң қорыққан да шығар. Бірақ біздің махаббатымыздың берік қамалын ешкімде бұзып жарып өте алмады. Ақыры қызын кері қайтпайтыны көз жеткен енем бізге ақ батасын беріп, қоштасып кетіп қалды. Ел қатарлы тойымызды жасап беруге анамның шамасы жетпеді. Бірақ құдалық шақырып парызынан құтылған болатын. Бір жылдан соң біз де сәбилі болдық. Анам немересінің үсті-үстіне түсіп бәйек болды. Бізде барлығы жақсы болатын. Келіншегім де енесімен тіл табысып, екеуі бірлесіп сәбиіміздің күтімін жасады. Соны алдан шетіп отырды. Бірақ тұрмыстағы әпкем күйеуінен ажырасып келгенде барлығы да өзгеріп сала берді. Ол да бір баласымен қайтып келген. Ал анам менің емес, қызының ұлына емеуірін танытып жүргенін келіншегім көңіліне алып маған үнемі айтып жүретін. Мен оның ішкі қызғанышын жақсы түсіндім. Сондықтан келіншегімді жұбатып, ұлымызды екеуміз жақсы көрсек болды.
оған мән берме деп жұбатумен болдым. Алайда келіншегім менің айтқаныма тоқтағанымен тағы бір сезіктенген оқиғаның шетін шығарды. Әпкем тұрмыста жолы болмаған соң үйге қайтып келгенін кешірдім, бірақ солай болған екен деп өзге еркектермен көңілдес болғанын кешіре алмадым. Мен жоқта ол үнемі бөтен бір еркекті үйге ертіп келіп жүреді екен. Оған анам да ештеңе демейді. Бұл келіншегімнің көңіліне келіп, мен мұндай жерде тұра алмаймын деп жылаған соң, оны уақытша демалсын деп төркініне жібергенмін. Алайда келіншегім кері қайтпаған соң, отбасымның шырқы бұзғым келмей, оның үстіне мені аса бір керексініп тұрған анам мен әпкем болмаған соң, келіншегім мен баламның соңынан келдім. Мені жақсы түсінген қайнатам мен енем сол үйде тұруыма рұқсат берді. Мен қазірше күшік күйеу болып жүрген шығармын, бірақ келешекте өзім жеке үй алып, отбасымды сонда алып кетемін. Қазірше басыма түскен қиыншылықтан шығу үшін біршама қор жинап, баспана алудың әрекетінде жүрмін.